Жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Студиямызға бүгін ерекше қонақ келді. Ол радио жүргізуші Мұхаммедали Болатұлы. Мұхаммедали Бұхарбаев 1987 жылы 2 қарашада дүниеге келген. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын тәмамдаған Мұхаммедали өзін сценарист, түрлі мерекелік шаралардың жүргізушісі әрі дубляж актері ретінде сынап жүр. Мұхаммедали мырза, біздің жаңа күн бағдарламасына қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, керемет. Қайырлы күн. Дауысыңызды естіген көрермен сіздің түріңіздің қандай екенін білмейді. Мінекей бүгін көрді. Ал енді бұндай әдемі дауыс иесі ән немесе опера шырқағысы келмей ме? Әннің дәрістерін алған сәттер болды. Сондай бір мамандықтың желісінде барысында болдық. Кейін осы жаңағы тіркестер оқу, текст оқу немесе мәтін оқуға негізделгеннен кейін сол бағытпен тарадық. Ал ән айтуға негізі құлқым жоқ жалпы. Біздің радио журналистерін көпшілік халық танымай жатады. Жалпы сіздің даусыңызды естіген кезде жұрт ойлайды ғой деймін осы. 50-ді еңселенген сондай дене бітімі ірі, енді даусыңызға қарап. Батыр тұлғалы, батыр тұлғалы, азамат екен деп ойлап Басқаша. Сіз алтын дауыс иегерісіз. Қазақтың әрбір өз саласында жүрген адамы, егер солай металмен ескеретін болсақ, мазмұн мағынасын көп мамандықтың, онда барлығы сол атты алуға лайықты негізі қазақтың әрбір салада жүрген мамандықтары. Біз енді мықты сол маманымыз, соны майталманымыз деп айта алмаймыз. Бәріміз үйреніп жүрміз, жеке дара сол бағытта жүрміз. Бізді көп жағдайда расында да бет бейнемізбен білмейді көбісі. Тек осы дауыспен ғана таниды, көрген адам осы бір шынымен де тұлға деп ойлап қалады. Кейбір достарымыздың әзілі бар. Жалпы қазақ радиосының тарихы ғасырға жуық тарихы бар. Сол кейбір жаңа достарымыз сен сонымен құрдас сияқтысың дейді. Сондай бір әзілдер бар, сондай жағдай. Негізінде мынау сахна тілі деген пән бар драма актерлерінде. Сіз осы даусыңызға ауыз қуыс жаттығулар жасайсыз ба күнделік таңертең? Әрине жасаймыз. Ол бір эфирде тікелей толқынға шығатынның алдында немесе басқа бір мәтін қолға түскен кезде оның бірінші мазмұн мағынасына қарап алу керек, оқып алу керек алдын ала. Одан келесі сосын өзіңнің құрал жабдықтарыңды, жалпы сенің құрал жабдықтарың, сенің бар 5 қаруың, ол осы дыбысты шығаратын және оны өңдейтін, оны әрлейтін, бояйтын дүние осы сенің өзіңнің құралдарың. Яғни ауыз қуысың, оның дем бар, дем қаяқтан келеді, ол қаяққа қарай барады, содан қалай әріп шығады. Ол әріптердің өзі әртүрлі жаңағы деңгейі, дыбыстың шығу деңгейі, резонатор, регистр дегендер бар ғой, жалпы соны айтып отырады. Осындай бір ғылым бар ғой салада. Енді барлығы осындай бір терминдермен айтқан кезде ойбай бір күшті екен деп қалуы мүмкін, бірақ жалпы сол дүние бір-екеуін көрсетіп жібермей қарапайым дүние, жаңа кеуден ұрып деп алады ғой енді. Ән айтатынның алдында дәл сол дүние қайталанады, жасалады. Дауысты оятып. Кіпті, жаңа сондай дүниелер бар ғой, жаңылтпаштар айтылады, еріндік, езулік, ұртын оятады деген сияқты. Ал енді әншілер распевка жасайды ғой. Әншілер сол сияқты. Олай да болады. Мысалы, таң азанмен эфирге келе жатқан кезде шамалы бірінші өзіңнің болмысыңда бір салғырттық, бір солғын сәттер байқалса, онда еш жеу керек. Сізде бір белгілі форма бар ма? Бір шығарманың драматургиясының мазмұнын ашу үшін оның мына жерінде кідіріс жасау керек, мына жерінде көтеру керек, мына жерінде түсіру керек деген. Енді міндетті түрде кез келген мәтінде мазмұнына қараса, ол егер әзіл оспаққа негізделген болса, оның ішінде кейіпкерлер болса, соған сай оқылу керек. Ал егер жаңалық деген дүние болса, жаңалықтың өзінің берілу түрі бар, тәсілі бар. Ол жерде ешқандай кідіріс болмайды. Сіз бір жаңалықта бастап қояды, осындай кездесіп жұтынып алсаңыз, жаңалық үзіледі ғой. Ондай болмас үшін бәріне негізделу керек. Бір парақтың жарты парақтың көлеміндей мәліметіңіз болса, ақпаратыңыз болса, сол ақпараттың арасында бір сүрінбей айтып шығатындай деміңіз болу керек. 90 ауыз сөздің толықтан етейіні, құрметті үйренем деушілер, біздің Мұхаммедали бауырымыздың алғашқы кеңесі жұтынуға болмайды. Жаңалық оқып отқаны. Осы жерден бір жұтынып алайық та, біздің журналистеріміз кереметте бір бейнесюжет дайындапты, соны барлығымыз бірге тамашалайық. Одан кейін студияға қайтадан ораламыз міндетті түрде.
Мұхаммедәли мырза, қазақтың левитаны атанған Қазақстанның халық әртісі Әнуарбек Байжанбаевпен сізді жас болсаңыз да теңеп жатады. Бұл үлкен жауапкершілік қой. Әлбетте енді осы кейде кез келген бір сөз сенің тарапыңа қарай айтылған кез келген дүние өте ауыр негізі. Ол енді әркім жауапкершілігін алса, егер біз осыны пафос тұрғысында қазір қарайтын болсақ, рас қой, бізде осындай жауапкершілік бар деген сияқты. Негізі айтады ғой, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз дейді. Расында да кейінгі қаншама дикторлар буыны бар. Мысалы, Аманжан деген атамыз бар, Зейнетке осы шыққан жақында. Осындай буындар бар. Яғни алға қарап түзелетін бір бағыт бағдарың бар. Қай жаққа бет бұру керек деген сияқты. Сол бір алтын көпірдің арасында егер қоғамға қажетіміз болса, осы өз саламызда бір пайдамыз тиетін болса, онда жақсы. Бәрімізде бір өз кезегіміздің кішкентай болса да, бір кішкентай ұғымы болса да, сол жерде қалуға тырысамыз. Мамандықта майталман болудың бір бастауына жетсең де болады ғой, сол ғой. Ал енді Мұхаммедәли мырза, жалпы әрдайым тікелей эфирдесіз. Неше түрлі қиындықтар туындайтын болар? Ол қиындықтардан қалай шығып кетесіз? Жалпы өзінің технологиясы бар ма, жоқ әлде? Енді қиындықтардан жаңағы өзі біліктілік керек деп отырады ғой, кез келген салада. Әр сәттің өзіндік тұсы бар. Кейде жаңалықты оқып келе жатқанда, жаңалықтың барысы көп жағдайда тікелей эфирде беріледі. Тікелей толқында барынша сол жаңалықтың алдында етек жеңіңді жинап, бойыңды тіктеп түзеліп алуға сол жерде тырысасың жаңа. Бір олқылыққа орын алып қоймауына тырысасың. Осындай дауыспенен менің ойымша көптеген көркем фильмдерде әлбетте көптеген образдарды сомдаған актерлердің дауысын дыбыстаған боларсыз, иә? Керемет бір бейнені, бір керемет жаңа көркем фильмдағы кейіпкерлерді сомдадым деп айтамаймын. Өз кезегінде қазақ фильм түсірген кейбір жаңа туындыларда немесе телеарналарда өтетін фильмдерді дыбыстауға барамыз. Жалпы оның ішінде мысалы бір емес бірнеше дауысты ұстап отырасың, бірнеше дауыс жазып отырасың. Тіпті кейбір кейіпкерлердің диалогқа түсіп қалады ғой бір өзара. Сол кезде қайсына қай дауысты бергеніңді ұмытып қаласың ғой, сондай кездер болады. Негізгі өзімнің жаңағы жақсы көретінім, өзімнің негізделгім келетіні ол деректі бейне көрсетілімдерді оқу. Шет елдің туындылары болады, мысалы, керемет Discovery түсіреді, National Geographic деген солардың туындылары түсіреді ғой, соларды көбірек көремін. Рахат қой. Оларды көбірек көремін, мысалы, ана сарқырама ағып атқан кезде де, сол бір Ниагара сарқырамасы. Ағып атқан соны суреттейді да олар. Солай дыбыспен солай үйлесім. Сондай дүниелер бар да, яғни кез келген бір, мысалы, ыстық жер болса Африка деп, баста ыстығын білдіреді сондай. Сондай сәттерге қатты қызғам негізі, директі фильмдердегі. Дауысыңызбен көркемдік мәтінді жеткізу. Оны бояу ғой енді, бейнені көріністі бояу, дауыспен бояу. Мен байқадым, өзіңізден бірге ақ қағазды алып келіпсіз. Ақ парақпен сыйлық жасағым келіп отыр. Жалпы өзі сыйлық және осы ақ парақпен жасалатын сыйлықтың қасында сөзі бар. Соны жасағым келіп отыр. Мұхаммедәли, соның арасында сізге бір сұрақ қойып кетейін. Дауысыңызды қаншалықты құбылталасыз? Енді әркім өз дауысын құбылтады деп ойлаймын. Енді ол өзінің дауысын құбылтады, өзге тұстарда. Мысалы, баласына басқаша айтады еркелеткенде, ашуланғанда бір басқа дауыс, адамның дауысы негізі құбылмалы ғой, негізі адамның дауысы әртүрлі жағдайда. Осындай ақ парақтардан ақ қанатты ұшақтар жасайтынбыз кезінде. Осы ұшақпен бірге айтқым келгені. Бір жақсы бір сөз естім. Мен құлдилап құлап бара жатқанда, маған қол ұшын созғандар, мені ұстап қалғандар. Енді менен ұстаңыздар, біз ұшамыз. Көңілдерінде қуаныш толып оянған әрбір азамат бір-біріне көргенде ең бірінші амандықпен қол созып, одан кейін бір-бірінің ұшуына көмектессін деген біледі. Сол сияқты осы ұшақты ұшырайық. Ай, бәрекелді. Бәрекелді, Мұхаммедәли мырза. Сізге үлкен рахмет біздің жаңа күн бағдарламасына келіп, осындай жақсы әңгіме айтқаныңызға. Сізге тек қана зор денсаулық тілейміз. Даусыңыз аман болсын әрдайым. Әр күн сізінде шуақты болсын. Жасаған ұшағыңызды міндетті түрде біздің кітап сөресінің арасына қойып қоямыз. Бұл сіздің тапқырлығыңыз деп білеміз. Рахмет. Баршаңызға рахмет.